Көңіл бөлген жер, өз қолыменен жазылған қасиетті хаты келген жер. Дананың сөзі дем беріп, қайратқа жігер қосылып, іспенен жауап берген жерді. Қалай тарлан ерлердің кіндік қаны тамған жер. Ақтан батыржан қожа халқына қорған болған жер. Молдабайым жетесің нұсқалы сөзі қалған жер. Нұрмағамбет Нұртуған асыл жырын жазған жер. Жаңа берген дәрі Құлжаппар бердай жан сүгір. Аққудай даусым созған жер. Найзағайдай жалт еткен аяулы қазақ ақыны Зейнолла туып жанған жер. Әлемге болды әйгілі Әбдіжәміл жазған қан мен тер. Еңбектің ерін ерлері Сейітмағамбет Балыкеш.